Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында цельнозерновой ұннан пирожки пісіреміз. Яғни тұтас дәнді ұннан. Дайындалу өте оңай. Ол үшін бізге 600 грамм ұн қажет. Оған 1 шай қасық дрожжи қосамыз. 1 шай қасық қант, 80 мл сұйық май қосамыз. Енді оның үстіне алдын ала дайындалған 1 шай қасық тұз қосылған жылы суымызды алып, оның жартысын қосамыз. Қасықпенен араластырып аламыз. Кейін қалған суымызды қосып, бір келкі қамыр болғанша илейміз. Бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Уақыт өткен соң қолымызды суға малып, қамырды жан жағынан созып, қайтара илейміз. Видеода көрсетілгендей, осылай 3 рет 10 минут сайын қайталаймыз. Қамырымызды 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша пирожкиміздің ішіне салатын салмамызды, яғни начинкамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге капуста қажет. Капустамызды ұсақтап турап аламыз. Оның үстіне 1 бас пиязымызды ұсақтап турап қосамыз. Табада қуырып аламыз. Үстіне 1 шай қасық тұз, бұрыш саламыз. Аз көп болса, оны да қосамыз. Салмамыз дайын. Енді дайын болған қамырымызды алып, кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз. Видеода көрсетілгендей. Пирожкимізді түйеміз. Үстіне жұмыртқаны жағып, 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Өте дәмді пирожкиміз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Лайк басуды ұмытпаймыз.